Elhamdülillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Құрметті ағайын, міне бүгін біз қасиетті Мекке қаласындағы Нұр тауының етегінде тұрмыз. Бұл тау Әл-Харам мешітінен 5 километр арақашықта орналасқан және биіктігі 500 метр болған тау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айларында бұл таудың басына келіп, Ибрахим Халилуллахтың ханиф діні бойынша Алла тағаланы зікір етіп, құлшылық ибадатын жасаған. Міне осы таудың басында Хира үңгірі бар. Иншаллах, қазір үстіне шығып, Хира үңгірін тамашалайтын боламыз. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي. Нұр тауына шығып бара жатқанда байқағаным, мына таудың басына шығып және түсіп келе жатқандардың көбі, басым көпшілігі әйел кісілер. Жастардың үлкен болғандығына қарамастан, Алланың разылығы үшін пайғамбарымыздың болған жерінде болайын деп, осы таудың басына қиындыққа төзіп шығып келе жатыр. Алла тағала ол кісілердің қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 35 жастан асқаннан кейін міне осы таудың басына осы жолдар арқылы жүріп шығатын болған. Бір айлап, 10 күндеп, апталап осы таудың басында Алланың бірлігін ұлықтап, зікір етіп, осы жерлерде болған. Хадиша анамызда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы таудың басына ұзақ күндер болған кезде Мекке қаласынан үйінен астарын әзірлеп, осы таудың басына әкеліп, асын беріп отырған. Не деген пайғамбарға деген, жарына деген құрмет болған десеңізші. Осы таудың басына жарының жағдайын ойлап, осы таудың басына шығып отырған. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызды өте қатты жақсы көрген. Себебі әрбір қиналған қиыншылығында пайғамбарымыздың қасында демеуші болып Хадиша анамыз табыла білген. Міне сол қиыншылықтардың біреуі пайғамбарымыз осы таудың басында болғанда әрқашан азық түлігін алып келіп беріп отырған. Алла ол кісіден разы болсын. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Мінекей ағайын, Нұр тауының басына да келіп жеттік. Міне дәл алдымызда көріп отырған үңгір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ең алғаш уахи келген Хира үңгірі. Қазір осы баспалдақтар арқылы түсіп, иншаллах сол жерге өз кезегіміз келген кезде 2 ракат шүкір намазын оқимыз. Алла бұйыртса. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Біздің қазіргі келіп отырған жеріміз қасиетті Мекке қаласындағы Нұр тауының үстінде Хира үңгірінің алдында отырмыз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккедегі мүшриктердің зұлымдығынан, Меккедегі қараңғылықтан шаршаған Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айларында осы таудың үстіне келіп Хира өңірінде Ибрахим Халилуллахтың Ханиф діні бойынша Алла тағалаға құлшылық жасаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жасында осы Хира өңірінде Алланы зікір етіп құлшылық етіп отырған кезеңінде Жәбірейіл періште өз бейнесінде келіп көрініп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алғашқы уахиді жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алғаш Жәбірейіл періште келген кезде Пайғамбарымыз өте қатты қорыққан еді. Себебі бұрын соңды ондай бір көрініс көрмеген еді. Жәбірейіл періште Пайғамбарымызға келіп, «Я Расулалла, мен Алланың жіберілген Жәбірейіл періштесімін, сен Алланың соңғы пайғамбарысың, Алла тағала саған оқы деп бұйыруды» деп Иқра сүресінің, алғашқы Алақ сүресінің 5 аяты түсті. Осы жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға оқы дегенде Расулулла «Мә әнә биқариин», мен оқушылардан емеспін деді. Жәбірейіл періште екінші рет айтты, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Мә әнә биқариин», мен оқушылардан емеспін деді. Үшінші ретінде Жәбірейіл періште Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кеудесін қысып «Иқра» деген кезде, оқы деп бұйырған кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нені оқиын деді. Сол кезде Алақ сүресінің алғашқы аятын айтты Жәбірейіл періште. «Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсаны мин алақ, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсаны ма лам я'лам». Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы, сені бір тамшы судан жаратқан Раббыңның атымен оқы деп, Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты осы жерде түсті. Міне, осы жер нұрлы болған пайғамбарға Алланың нұрдан жаралған Жәбірейіл періштесі Алланың нұрлы кәламын алып келгендіктен, осы жер, осы таудың аты Нұр тауы деп есімдендірілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы жерден бастап, анау Сәуір тауына барғанға дейінгі орталықта Меккелік өмірі деп айтылады, құрметті ағайын. Міне Пайғамбарымыздың алғашқы уахиы, Құран аяттарының 6666 аятының алғашқы аяттары осы қасиетті жерде түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы таудан түсіп, өзінің үйіне барып, көрпелерін бүркеніп жабып, үстіне мұздап, іште бір қорқыныш пайда болды. Сол кезде бүркеніп жатқан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға екінші мәрте Жәбірейіл періште келіп, «Я айюхал муддаттир, құм фасиябака фатахир, я айюхал муддаттир, құм фасиябака фатахир». Ей бүркеніп жатушы пайғамбар, тұр, үстіңдегі киіміңді тазалап ұста, намаз оқы деп, осы жерде екінші рет уахи етілген Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Міне, осындай пайғамбарымыздың алғашқы пайғамбарлық қызметі осы таудан басталған, құрметті ағайын. Алла тағала әрбір қазағымызға осы жерді келіп зиярет ету нәсіп етсін. Алла тағала әрбір мұсылманды осы жерге келіп, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға алғаш уахи етілген қасиетті орынды көруді нәсіп етсін. Алла тағала зияреттерімізді қабыл етсін. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول